Ол оңтүстік Кореяның ең қымбат актрисасы, сән әлемінің музасы және миллиондаған жанкүйерлердің жүрегін жаулаған Сон Хе Кyo. Оның әрбір нәзік күлкісінің астарында бала күнгі ажалмен арпалыс, әкесіз өткен мұңлы балалық шақ пен сәтсіз махаббаттың табы жатыр. Сон Хе Кyo экранда мың түрлі тағдырды бақытты еткенімен неге өз өмірінде әлі күнге дейін жалғыз? Бүгін біз ұлт музасының мұздай суық бейнесі мен оның артында жасырылған ащы шындықты бірге ашамыз. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Сон Хе Кyo 1981 жылы 22 қарашада Тегу қаласында дүниеге келген. Оның өмірі туған сәттен бастап үлкен күреске айналды. Нәресте өте әлсіз болып туылғандықтан дәрігерлер оны бір аптада өмір сүре алмайтындығын айтқан. Анасы мен әкесі небәрі 18-19 жастағы жастар болса да, анасы қызының өмірі үшін соңына дейін күреседі. Ғайыптың күшімен аман қалған бүлдіршінге ата-анасы кейінірек ол ес жиғанда ғана туу туралы куәлігін рәсімдеген. Бұл қиындықтар оны ерте сейітті. Анасы оны қатал әрі еркін тәрбиелейді. Актрисаның айтуынша ол кішкентайынан жалғыз тамақ пісіруді, өз мәселелерін өзі шешуді үйренген. Осы жалғыздық сезімі оның болашақтағы суық әрі жұмбақ бейнесінің іргетасы болды. Бастауыш мектепте оқып жүргенде әкесі отбасын тастап кетіп, бар ауыртпалық анасының иығына түседі. Ал кішкентай Сон Хе Кyo мектепте мәнерлеп сырғанаумен кәсіби түрде айналысып, олимпиада шыңдарын армандады. Бірақ 14 жасында мектеп формасы моделі байқауында бас жүлдені иеленуі оның тағдырын күрт өзгертті. Мұз айдынының орнына кино алаңы басты. Дегенмен Сон Хе Кyoның жұлдызы 2000 жылы жүрегімде қалған көз дорамасымен жанды. Бұл сериал бүкіл Азияны жылатты десек артық айтқандық емес. Осы рөлі үшін ол өзінің алғашқы ең үлкен марапаты, ең танымал актриса атағын иеленген. Ал 2003 жылы экранға шыққан Нар тәуекел дорамасын айтпай кету мүмкін емес. Бұл туынды Сон Хе Кyoны жай ғана танымал актрисадан оңтүстік Кореяның ең үздік жұлдыздарының қатарына қосты. Бұл дорама оңтүстік Кореяда 47%-дан астам рейтинг жинап, нағыз ұлттық хитке айналған. Осы рөлі үшін ол CBS Drama Awards салтанатында ең жоғары шеберлік марапаттарының иегері атанған. 2004 жылы ыстық ұя арқылы ол өзінің көңілді, ерке мінезін көрсетті. Бұл сериалдан кейін Азияда оның шаш үлгісі мен киім стилі нағыз трендке айналды. Осыдан соң актриса кенеттен үзіліс алып, бірнеше жыл бойы Қытайда жұмыс істеп, Вон Кар-вай сияқты аңызға айналған режиссерлерден тәжірибе жинады. Сонымен қатар Сан-Францискода ағылшын тілін үйренді. Осы демалыстан соң 2007 жылы алғашқы тарихи фильмі Фан Джинге түсті. Кейін 2008 жылы актер Хён Бинмен ол тұратын әлем дорамасына түседі. Ал 2013 жылы сол қыста Жел соқты дорамасымен Сон Хе Кyo өзінің алғашқы десаны, яғни бас жүлдені жеңіп алады. Бірақ нағыз жеңісі 2016 жылы болды. Күн ұрпақтары сериалы әлемді хитке айналып, актрисаға екінші рет десан сыйлығын алып келеді. Бұл кезде оның есімі тек Кореяда емес, Голливудқа дейін жетеді. Көптеген адамдар оны тек романтикалық рөлдердің шебері деп ойлайтын. Бірақ 2022-2023 жылдары шыққан Netflix-тің Даңқ триллері бұл қалыптасқан ойды тас-талқан етті. Кек алу жолындағы суық қанды мұғалімнің рөлі үшін ол 2023 жылы үздік актриса және тағы да бір мәрте десан, яғни бас жүлде иегері атанады. Көпшілік оны дорама ханшайымы деп атаса да, оның фильмдері халықаралық деңгейде үлкен бағаға ие. Мәселен, 2013 жылы шыққан Ұлы шебер фильмі оған Оскар номинациясын алып келді. Сон Хе Кyo халықаралық беделін арттырды. Ал 2014 жылы Менің соқыр жүрегім фильмі драмалық шеберлігінің шыңдаған туынды. Ол мұнда 17 жасында балалы болып, баласының сирек кездесетін ерте қартайып аурумен күрескен ананың рөлін ойнайды. Көрермендер мен сыншылар оның эмоциялық ойынына жоғары баға берді. Осыдан соң 2025 жылы Қара манақ әйелдер фильміне түседі. Бұл Сон Хе Кyoның 11 жылдан кейін Корея киносына оралуы. Триллер жанрындағы бұл фильмдер прокатта рекорд орнатып, оны триллер ханшайымы деген жаңа атаққа ие етті.
Ал актрисаның жеке өмірі оның мансабы сияқты драмаға толы. Оның әрбір махаббат хикаясы оңтүстік Кореяда ұлттық деңгейдегі жаңалық болып талқыланады. Оның алғашқы ашық махаббаты Ли Бен Хонмен болған. Бұл жұптың хикаясы 2003 жылы Нар тәуекел сериалының түсірім алаңында басталды. Сол кезде актриса 21 жаста, ал актер 32 жаста еді. Бұл актрисаның халық алдындағы ашық мойындаған алғашқы қарым-қатынасы. Ли Бен Хон Сонгхе-кyoге шынымен қатты ғашық болған. Ол сұхбаттарында Сонгхе-кyo менің өмірімдегі соңғы әйел, мен оған бақыт сыйлағым келеді деп ашық айтқан. Тіпті үйлену туралы сөз қозғаған. Оған ресми түрде тұрмысқа шығуға ұсыныс жасаған және тіпті өз отбасымен, анасымен таныстырған. Сол кездердегі бақ өкілдері ғасыр тойы жақында деп жарыса жазды. Алайда жұп 2004 жылы маусым айында ажырасқандарын ресми жариялаған. Ресми түрде жұмыс кестесінің тығыздығы деп аталса да, көптеген дерексөздерде актер үй болып балалы болуда қалады, ал Сонгхе-кyo жұмыспен мансапты таңдады делінген. Кейінірек Сонгхе-кyo бір сұхбатында өткен махаббат маған үлкен сабақ болды. Мен тым жас едім және сезімге тез берілдім деп айтқан. Кейін 2008 жылы олар тұратын әлем сериалынан кейін Кореяның ең танымал актері Хён Бимен кездесе бастады. Олар өз махаббаттарын барынша жасыруға тырысты, бірақ екеуі де танымал болғандықтан қарым-қатынастары жария болды. Алайда 2011 жылы Хён Бин әскерге кетер алдында олардың ажырасқандықтары белгілі болды. Себебі халықтың шектен тыс назары менен екеуінің де мансабына көбірек көңіл бөлуі деп мәлімдеді. Сонгхе-кyoның өміріндегі ең шулы кезең күн ұрпақтары дорамасынан кейін басталған актер Сон Жун Кимен болған махаббаты еді. Махаббат 2017 жылдың қазанында халықты шулатқан ғасыр тойымен жалғасты. Үйлену тойына Қытай мен Кореядан ең бай адамдар жиналды. Тіптен тікұшақтармен түсірім жасауға тыйым салынғанына қарамастан папараццилар дронмен видео түсірген. Жанкүйерлер оларды ең әдемі жұп ретінде қарады. Бірақ ақ неке небәрі 20 айға созылды. 2019 жылы Сон Жун Ки ажырасуға арызды Сонгхе-кyoға ескертпестен бақ өкілдері арқылы бірінші болып жариялаған. Халық себеп Сонгхе-кyoді шығар деп оны кінәлай бастады. Бұл оқиға актрисаның беделіне үлкен соққы болды. Сонгхе-кyo бұл уақытта үндемеді, бірақ ол күйзелістен қатты арықтап, сақинасын саусағынан түсіп қала беретін болған. Кейін белгілі болғанда екеуінің мінездері мүлдем үйлеспеген. Актриса бұл оқиғадан кейін 2 жыл бойы ешқандай жобаға түспей шетелде тұрды. Ол ажырасқаннан кейін сұхбаттарында мен өткен іске өкінбеймін, өйткені сол кезде мен қолымнан келгеннің бәрін жасадым деп айтқан. Ажырасудан кейін актриса 5 жылдай ешқандай ресми қарым-қатынас құрмады. Сонгхе-кyo оңтүстік Кореядағы ең жоғарғы ақы төленетін әрі ең ауқатты актрисалардың бірі. Оның байлығы менен табыс көздері дорамалар мен фильмдерден және жарнамалардан келісім шарттарынан түседі. Ол Корея теледидарындағы ең көп жалақы алатын актрисалардың қатарынан. Мәселен, оның әрбір жобалары үшін бір сериалға алған қаламақысы 200 миллион вон, шамамен 150-160 мың ақш долларынан асады деп бағаланады. Ал соңғы Данг сериалы үшін әр бөліміне 330 миллион вон, шамамен 250 мың ақш долларын алған. Ал сериалдың 16 бөлімнен тұратынын ескерсек, тек бір жобадан ғана ол 4 миллион ақш долларын тапқан. Актрисаның табысының ең үлкен бөлігі жарнамалық келісімдерден түседі. Ол Фенди, Шаунет секілді сән және косметика үйлерімен ұзақ мерзімді келісімшартқа ие. Актриса нақты сандарын ешкімге ашып айтпайды, бірақ халықаралық қаржылық шолулар менен бақ өкілдерінің мәліметіне сүйенсек, Сонгхе-кyoның таза байлығы 20-30 миллион ақш долларынан кем емес деп бағаланады. Бұл көрсеткіш жыл сайын жаңа келісімшарттар мен жобалар есебінен өсіп отырады. Сонгхе-кyo оңтүстік Кореядағы жылжымайтын мүлік патшайымы деген бейресми атқа ие. Ол тапқан табысын өте сауатты түрде қымбат ғимараттар мен жер телімдеріне салады. Мәселен, 2021 жылы актриса Сеулдің ең беделді әрі қымбат аудандарының бірі Ханнандомнан 7 қабатты ғимарат сатып алған. Құны шамамен 17-18 миллиард вон, яғни 13-15 миллион ақш долларын құрайды. Және де Самсондонда ұзақ уақыт бойы құны бірнеше миллион доллар тұратын жеке виллада тұрған. Ал 2005 жылы осы ауданнан анасына арнап құны 5 миллиард вон тұратын үй сатып алған.
Актриса тек Кореямен шектелмейді, оның ақш-та да мүліктері болған. Ол Нью-Йорктың қақ ортасынан орталық саябағына жақын жерден сәнді пәтер сатып алған болатын. Кейінірек 2018 жылы ол бұл пәтерді шамамен 2 миллион ақш долларына сатып жібергені туралы ақпарат тараған. Актриса өзінің жеке өмірі мен көліктерін жарнамалауды ұнатпайды. Сондықтан дәл қазір ол қай көлікті жүргізетіні туралы ресми ақпарат немесе суреттер өте сирек. Дегенменен соңғы көптеген жылдар бойы Hyundai компаниясымен жарнамалық келісімдері болғандықтан ол іс-шараларға көбінесе осы көліктермен келеді. Соңғы қайырымдылыққа да қаражат жиі бөледі. Ол жыл сайын әлем мұражайларына корей тіліндегі гид кітапшаларды шығаруға демеушілік жасайды. Сондай-ақ ол жануарлар құқығын қорғауға және ауру балаларға миллиондаған вон көмек беріп тұрады. Корея халқы оның сұлулығын мойындаса да, ол өте танымал актерлармен романтикалық қарым-қатынаста болды. Бірақ әрқашан соңы жақсы аяқталмаған үшін, актерлардың беделін түсіріп кінәлі ететін үшін айыптап, оны мансапқор, суық әйел ретінде көрсе, кейбір адамдар оны тым оңай ғашық болады деп сынады. Және ол ұзақ жылдар бойы мелодрама жанрындағы сұлу нәзік қыздардың рөлін сомдаған үшін кейбір көрермендер оның рөлдерінің бір сарынды екенін және актерлік шеберлігінде айтарлықтай өзгеру жоқ екендігін айтып сынға алады. Дегенмен қазіргі таңда актрисаға деген көзқарас айтарлықтай түзелді. Оның Даңқ сериалындағы жеңісі және сол арқылы алған сыйлықтары оның актриса ретіндегі кәсібилігін дәлелдеп берді. Жеке өміріндегі даулар уақыт өте келе ұмытылып, халықтың басым бөлігі оны қазір талантты әрі табысты тұлға ретінде құрметтейді. Бүгінде соңғы 40-тан асса да ұлт сұлуы атағын ешкімге бермей келеді. Ол өз әжімдерін де, қателіктерін де мақтан тұтады. Соңғы махаббатта бағы жанбаған сұлу. Қазір ол жалғыз, бірақ еркін әйел. Ол өзінің ең үлкен махаббаты кино екенін дәлелдеп келеді. Мінекей достар, актриса соңғы туралы қысқаша ақпараттар осындай. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.